Халқы да, діні де, мәдениеті де, салт-дәстүрі де бір болғанмен, бүгінде Корей ұлты екіге бөлінген мемлекет. Корей түбегінің оңтүстігінде Корея Республикасы. Мемлекеттің бейресми атауы Оңтүстік Корея, астанасы Сеул қаласы. Корея Республикасының мемлекет басшысы президент болып табылады. Ал солтүстігінде Корей Халық Демократиялық Республикасы орналасқан. Екінші елдің бейресми атауы Солтүстік Корея. Солтүстігінде Қытай және Ресеймен шектеседі. Астанасы Пхеньян, социалистік ел. Билік еңбек партиясының қолында. Қазіргі таңда Солтүстік Корея партиясы төрағасы Ким Чен Ын. Жарты ғасырдан бері бір-біріне ата жау болып келе жатқан Корей халқының бүгінде екі жарты бір бүтін елге айналуы мүмкін еместей көрінеді. Ал бір Корея халқы қалай екіге бөлініп еді? Корея 1910-1945 жылдары Жапонияның боданында болды. Ал 1945 жылы Екінші дүниежүзілік соғыста фашистік Германияның жеңіліс тапқаны белгілі. Яғни сол жылдың тамызында Германияның одақтасы болған Жапониядан Кореяны азат етуге екі ұлы держава КСРО мен ақш білек сыбана кіріседі. Кореяға біріншісі елдің солтүстігінен, екіншісі оңтүстігінен көмек қолын созып, жапон басқыншыларын қуып шығады. Осылайша Корея екіге бөлініп, солтүстік КСРО-ның, оңтүстік ақштың бақылауын өтеді. Солтүстік Кореяны басқаруға коммунист Ким Ир Сен, оңтүстік Кореяны басқаруға капиталистік көзқарастағы Ли Син Ман тағайындалады. КСРО мен ақштың келісімі бойынша уақытша басқару мерзімі аяқталғаннан кейін солтүстік пен оңтүстікті қайта біріктіру көзделеді. Бірақ Корея екі алып державаның саяси ойыншығына айналып, Корея ұлтының тағдыры тәлкекке түседі. 1948 жылы 15 тамызда Сеулде ресми түрде Корея Республикасы, ал 9 қыркүйекте Пхеньянда Корея Халық Демократиялық Республикасы құрылады. Осылайша КСРО мен ақштың кесірінен екіге бөлінген корейлер бір-бірімен соғысты бастайды. КСРО және Қытайдың қолдауымен солтүстік Корея әскері қуатты күшке ие болды. Содан Ким Ир Сен Кеңес одағы коммунистік партиясы орталық комитетінің бас хатшысы Сталинге Ли Син Ман басқаратын оңтүстік Корея билігін басып алуға көмектесуін өтінеді. Көп ойланбастан Сталин Ким Ир Сеннің өтінішін жерге тастамайды. КСРО мен Қытайдың қолдауымен Ким Ир Сен ата жауы болған Ли Син Ман билігіне шабуыл жасап, оңтүстік Кореяның 90% жерін басып алады. Алайда Ким Ир Сен жергілікті халықтың қолдауына ие бола алмайды. 1953 жылы Сталин қайтыс болғаннан кейін солтүстік Корея Кеңес одағының қолдауынсыз қалады. Яғни Ким Ир Сен оңтүстік Кореядан бас тартуға мәжбүр болады. 1950 жылы 25 маусымда басталған Корей соғысы 1953 жылғы 27 шілдеге дейін жалғасты. Корей соғысының зардабы орасан зор болды. Түрлі деректер бұл соғыста жалпы саны 5-6 миллион адамның қаза тапқанын көрсетеді. Кореяның кезінде қайта бірікпеуіне КСРО мен ақштың өз мүдделерін Корей ұлтының тағдырынан биік қоюлары себеп болды. Өйткені қос держава Кореяны өз жақтастарының басқаруын қалады. Ал бұл жағдайда Корей ұлтының бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаруы мүмкін емес еді. Одан бері жарты ғасыр уақыт өтсе де, коммунист корейлер мен демократ корейлердің басы біргер емес. Бірін-бірі ата жаудай көреді. Өйткені осы жылдар аралығында солтүстік Корея мен оңтүстік Корея басшылығы бір-біріне қарама-қайшы идеологияны жүргізіп келді. Оңтүстік Корея антикоммунистік, ал Корей Халық Демократиялық Республикасы антикапиталистік саясатты қатаң ұстанды. Соның салдарынан бір ұлттың екі көзқарастағы ұрпағы пайда болды.